Сәлем қыздар, біз бүгін 6-шы сабағымызда жіп қосып және де жіп қосудың екі түрін үйренеміз. Біреуінде тесік қалдырып, екіншісінде мүлде тесік қалдырмай білінбейтін түрін үйренетін боламыз. Әдетте айтып жатамыз ғой, осы жіп қосқан кезде дырочка қалып қалмау керек деп. Бүгін соны үйренетін боламыз. Так, ең біздің көп жиі қолданатын жіп қосу түрі ол қазір көрсетем. Мінекей, екі ілмек іліп алайын. Жіпті обычно біз осылай қосамыз, ілмектің үстінен әкеліп осылай қосамыз. Көрдіңіз ба? Так, тағы бір екі ілмек тоқып жіберейік. Просто осылай іліп алып қосамыз, Біз бұны көбінде түйме қадаған кездерде түймеге тесік қалдыру үшін осылай қолданамыз. Так, енді екінші түрін үйренетін болсақ, біз мына жерден былай алмаймыз. Так, мына негізгі біздің қазіргі тоқып атқан, мына жіптің артындағы мына екінші жібімізді аламыз. И так, осылай босатамыз. Екі ілмек іліп алайық. Тағы бір көрсетіп жүрейін. Көрдіңіз ба? Мына негізгі жіп тоқып атқан, соны мына екінші ұшынан аламыз. Мінекей. Мынадан аламыз и жібереміз. Мынадан аламыз и жібереміз. Мынадан аламыз и жібереміз. Так. Бұл осылай екі түр. Енді екінші бетін тоқып алайық. Сол кезде біздің қазіргі тесік қалады ма, жоқ па, анық көрінетін болады. Екінші беті бізде теріс бет, Так, барлық барлығын теріс тоқып аламыз. Мына қосылған жіптерді қосқан кезде прям қатты тартпаңыздар. Тоққан кезде ыңғайсыз болады. Орташа тартып қосыңыздар. Вот, мына жақта уже жаңағы бастапқы қосқан жерімізде уже тесіктер қалып жатыр. Бір жіп қосу керек болған кезде, мысалы джемпер, шалбар тоққан кездерде, осылай жіп қосқан кезде бізде тесік, көрдіңіз ба, прям қатты білініп қалады. Бірінші тәсілмен жіп қосқанымыз. Бұл узор салған кезде көбінде осылай қоссаңыз әдемі болады. Менде сарафанның мастер-классы бар. Сол кезде мен осы тәсілді қолдандым. Себебі тесіктер, узор әдемі шығады. Так, одан кейін мына жақта екіншісі, екінші мен мына жерде жіп қостық. Так, мына жерде жіп қостық. И мына жақта жіп қостық. Бұл жақ почти көрінбейді тесік. Көрдіңіз ба? А мына жақ қалай үлкен болып көрініп тұр, Уже осылай. Сондықтан обычно тесік қалдырмай, дырочка қалдырмай жіп қосатын кезде мына менің екінші тәсілімді қолданыңыздар. Ал мынау көбінде бізге түймеге тесік қалдырған кезде қолданылатын способ. Түймеге әдемі болады. Одан кейін узор жасаған кезде, осындай тесік узорларды жасаған кезде әдемі шығады бұл.
Ал ендеше қыздар, келесі сабақта жолыққанша, мұның алдында менде бірінші сабақтан бастап қарасаңыздар, тоқыманың бүкіл техникаларын үйреттім. Оң, теріс ілмек, жіп қосу, жіп алу, резина тоқу деген сияқты. Сол сабақтарды қарап, бағалап жіберіңіздер. Ұнап жатса, тоқыманы жақсы көретін достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Мені қолдап, комментарий жазып, лайк баса кетіңіз.